Сәлем достар, сіздермен аниме KZ арнасы. Осы видеода Наруто анимесінің ең мықты кейіпкерлерін топ 10 орынға қоятын боламын. Видеоға лайк басып арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсан, мен видеоны бастаймын. 10-шы орында Қызыл Айдаһар, яғни Майтокай, жасырын жапырақ ауылының тумасы. Тайджитсудың шынына жеткен нағыз майталман, негізгі техникалары жоқ, қол ұрыс төбелестердің шебері. Чакралық 8 қақпаны аша алатындай дәрежені иеленеді. Кейбіреулер оның күші Шаринганда Какашимен теңдеседі. Негізгі ең мықты күші өлім қақпасы. Бұл техниканың ауырлығы соншалық, оны қолданған адам тірі қалмайды. Техниканың күшіне келер болсақ, білдей тұманның 7 қылышкерін жайратып салуға жетеді. 9-шы орында Каноха Сары Найзағайы, Минато Намикадзе, жасырын жапырақ ауылының 4-ші Хокагесі. Негізгі техникалары Расенган, телепортация және Тинучи. Тайджитсудан бөлек нинджитсудан және әрбірлік джутсуларды қолданады. Өз заманының ең мықты шиноби саналған Минато 9 құйрықтыға қарсы ерлікпен шайқасып, жан алғыш сайтан техникасымен оны мөрледі. Көз ілеспес жылдамдығының арқасында өзіне қарсы келген 1000 шинобиді жеңе алды. Оның жылдамдығы 2-ші Райкагеден де асып түседі. 8-ші орында шинобилардың құдайы Хаширама Сенджу, жасырын жапырақ ауылының негізін салушылардың бірі, 1-ші Хокаге. Негізгі техникалары жер элементтері және 1000 қол техникасы. Бұл техника кезінде Учиха Мадараны жеңуге дейін жеткен. Будданың үлкен мүсініне қарсы тұра алатын жан әлі де табылмады. Осындай ерекше күші бар Хокагенің қалай көз жұмғаны белгісіз. Біреулер ауру сырқаттан көз жұмды десе, ал біреулер оны Какузу өлтірді дейді. 7-ші орында Хатаке Какаши, жасырын жапырақ ауылының 6-ші Хокагесі. Учиха болмаса да 2 Мангеку Шаринганның егері бола алған жалғыз адам. Негізгі техникалары Чидори, Шаринганның көшіру және жөнелту техникалары. 15 жасынан бастап Амбуда қызмет еткен, Сусаноны қолданып негізгі ұрыста көп көмегін тигізген. Сонымен қатар Хатаке әулетінің ерекше техникасы көк құйын техникасының соңғы егері. Какаши 5-ке толам дегенше әкесі өз-өзіне қол жұмсап өледі. Одан кейін 5 жасқа толған Какаши академияны бітіріп генин болады. 6 жасында Чунин экзаменін аяқтап, 12 жасында 3-ші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Джунин атанады. 6-шы орында Учиха Обито, жасырын жапырақ ауылының тумасы. Негізгі техникалары Шаринганның жөнелту және өткізу техникалары. Небәрі 14 жасында 9 құйрықтың өзіне бағындырып Канохаға шабуыл жасады. 14 жасында Минатоға лайықты қарсыластық таныта алды. Ерте жасынан-ақ көзі өшпенділікке толған Обито Акацуки ұйымы арқылы үлкен ұлы істер жасады. 4-ші дүниежүзілік соғысты ашып, бүкіл Учиха әулетін қыруға Итачиге көмек берді. Мадараны қайта тірілту арқылы 10 құйрықтыны иеленді. Миға қонымсыз күшті алып, соңында істеген істері үшін өтемақы ретінде Наруто мен Саскені құтқарып, ерлікпен көз жұмды. 5-ші орында Учиха Мадара, нағыз елес, жоғары интеллект иегері. Қаншама уақыт бойы барлық әлемді басып алуға стратегия құрып, өз мақсатына Обитоны пайдалану арқылы жетті. Қайта тірілгеннен кейін мөрді өз еркімен бұзып, шексіз чакрамен өмір алды. Негізгі техникалары нинджитсудың бар түрі және Шаринган мен Реннинганның техникалары. Кез келген жерде тайджитсудың негізгі түрлерін қолдана алатын мықты күшке ие. Обитодан кейінгі 10 құйрықтының көшбасшысы болып, мәңгілік Цукиомиді оятқан. Сонымен қатар жалғыз өзі альянстағы 6000-ға жуық шинобиға қарсы тұра білген. 4-ші орында Учиха Саске, жастайына ата-анасынан айырылып, сол сәтте 78 сағат бойы Цукиомиге түсіп, небәрі 5 жасында психикасына ауыр зақым түседі. Көзіне толған өшпенділік оны мықты болуға жетелейді. Негізгі техникасы Чидори және Тайджитсудың 3 түрі мен Шаринганның Теничтен техникалары. Оричимару Саниннің арқасында жылан техникасының негізгі дәрежесіне иеленеді. Сонымен қатар чакраның көк мөлшерінің арқасында Сусаносына Ичи, Ни, Саоты мен қылышын бере алады. Тіпті бұл Сусаноның мықтылығы Наруто анимесіндегі ең мықты 2-ші Сусано деп айтылады. Ең мықты чакра мөлшері ретінде күлгін чакраны иеленетін Саскенің бір көзі Ренин Шаринган атты ең мықты көз. Бұл көз арқылы кез келген құйрықтыны санаулы ғана секундтың ішіне өзіндік қыла алады.
Үшінші орында Наруто Узумаки, тоғыз құйрықтың егері, чакра мөлшері 5000 клоун жасауға дейін жеткілікті. Осымен қатар берілмейтін ерік жігерінің арқасында өз заманының ең мықты Чунина, Нейчи және Гара секілді монстрларды тоқтата алды. Негізгі техникалары Расенган, Расен Сурикин, клоунда өнер техникалары. Ол Джирайянның арқасында шақырту техникасындағы бақаларды қолға үйретті. 16 жасында бүкіл ауылды жойып жіберіп қайта жасаған Пейнге қарсы тұра алды. Және Саске Сакура шу мәңгілік Кагуяны мөрлеп Сукуюмиді алып тастады. Екінші орында Оцусуки, Хагарума және Хамура, ерекше дәрежелі тұлғалар. Окуцуки әулетінің соңғы ұрпақтары болып есептелген. Ағалы інілі Кагуяның ұлдары. Ең алғаш аналарына қарсы тұрып, оны мөрледі. Осылайша шинобилардың дәуірін ашты. Бір-бірлерімен күштері теңдей есептеледі. Хагарума негізгі күн күшіне иеленсе, ал Хамура ай күшіне иеленеді. Кейіннен бұл күштерді Саске мен Нарутоға Хагарума Кагуяға қарсы шайқаста береді. Хамура және Хагарума күш сынасуы бүкіл жер бетін жойылып кете жаздаған деседі. Соңында Хагарума басым түсіп, Хамураны жер жастандырады. Хамура өлгеннен кейін олардың күштерін алып, Хагарума құйрықтыларды ойлап табады. Бірінші орынға келіп жеттік, бірақ бұл орынға кейіпкер қойылмайды. Себебі бұл өз таңдауларыңызда. Бірінші орынға қай кейіпкер лайық, соны комментарияға жаза кетіңіз. Видеоны соңына дейін қараған жандарға 1000 да бір алғыс. Ендеше келесі видеода кездескенше.